Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданы Тауылды аппараты мемлекеттік мекемесі және қалдықтарды полигонына арналған бастапқы экологиялық колледж. Баяндаушыға сөз сөйлеу 10 минут, баяндама талқылау 10 минут. Баяндама бойынша қоғамдық тыңдаушыларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары тыңдалады. Баяндамашыға өз кезегінде қоғамдық тыңдауларға және қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстар жауап береді. Қоғамдық тыңдаулар қорытындылауға минуттар беріледі. Қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларының 21-ші тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар тиісті әкімшілік аумақтық бірліктің әкім аппараты өкілетін төрағалық етуімен бастамашының және мүдделі жұртшылықтың қатысуымен өткізіледі. Сондықтан жаңа жиналыс төрағасы өзім боламын. Тауылды округ аппаратының жетекші маманы Ескашбай Гүлғаны жалғасылады және қоғамдық тыңдау хатшысы қатысушының қатарынан қарапайым дос көпшілігі саналады. Сонымен қатар хатшы болуға Балықбекова Жадыра ханымға беріледі. Қарсылықтар жұқа мен төраға не болуыма, хатшы болуыма қарсылықтарыңыз болмаса, онда қоғамдық тыңдау туралы қысқаша, жобалар туралы қысқаша таныстырып өтсек. Бүгінгі қоғамдық тыңдауымыздың тақырыбы Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданы Тау ауылдық округі әкім аппаратының мемлекеттік мекемесінің не тиесілі қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына арнап жасалған шек нормативті шығарындылар, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы және қоршаған ортаны қорғау іс-шаралар жоспарлары бойынша болмақ бүгінгі қоғамдық тыңдауымыздың тақырыбы. Қоғамдық тыңдау Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 96 бабына сәйкес 2021 жылы шыққан бірінші және екінші санатқа жататын объектілер осы экологиялық сараптама жүргізілу кезінде осы жариялаулы қоғамдық тыңдаулар өткізілуі міндетті болып табылады. Қоғамдық тыңдаулар экологиялық кодекске сәйкес өткізіледі және сонымен қатар 286 қағидаға сәйкес негізделіп өткізіледі. Ережеге сәйкес осыдан 33 күн күнтізбелік күн бұрын бұқаралық ақпарат құралдарында, яғни жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында және телеканалдарда осы қоғамдық тыңдаудың өтетіндігі күні, датасы, мерзімі, орны туралы ақпарат шыққан болатын. Шұғыла газетінің 16 санында 15 сәуір күні және Ақжайық телеарнасының жүгіртпе жолы арқылы қоғамдық тыңдаудың өтетіндігі туралы хабарландыру берілген болатын. Сонымен қатар Тау ауыл округі әкім аппаратының ғимаратында да хабарландыру ілетін доскада, тақташада хабарландыру ілінген болатын. Енді тапсырыс беруші Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданы Тау ауылдық округі әкім аппаратының мемлекеттік мекемесі. Жобалауға негіз болып отырған себеп, мақсат табиғат пайдаланушының қоршаған ортаға әсер ету рұқсатының болмауы. Яғни бұл полигон, қатты тұрмыстық қалдықтар тастайтын полигон 2007 жылдан бері жұмысқа еніп мұсырларды, қалдықтарды қабылдауда, содан бері қоршаған ортаға әсері рұқсаты болмауына байланысты бүгінде осы жобалар жасалынуда. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының орналасқан жері Тау ауылы, Қайрат ауылынан 890 метр оңтүстік батысқа қарай жерде орналасқан, жалпы жер көлемі 3 гектарды құрайды. Полигон 2007 жылдан бастап жұмыс істеуде. 2007 жылдан 2025 жылға дейін шамамен ол қатты тұрмыстық қалдықтар тастайтын полигонға шамамен 5000 тоннадай көлемде қалдықтар тасталынды деп есептелді. Жұмыс тәртібі полигонның 12 ай 365 күн, санитарлық қорғау аймағы 1000 метрді құрайды. Осы жобаларда шамамен осы алдағы 25 жылда да полигонға қалдықтарды тастауға мүмкін екендігі есептелді. Осы жер көлеміне байланысты полигонның сыйымдылығы шамамен 29.000 метр кубты құрайды. Сонша қалдық сыйғызуға болады. Полигонның жобалық қуаттылығы жылына 282 тоннадай қалдық тасталынады деп есептелінді. Себебі бұл осы тапсырыс берушінің әкім аппаратының өзінің берген анықтамасына қарай, бұл әкімдікте қазіргі күнде Тау ауыл округі әкімдігінде 806 адам өмір сүреді деп, адам бар деп ақпарат берілді. Сол ақпаратқа сүйене отырып есептеулер жүргізілген кезінде жылына шамамен 282 тоннадай қалдық түзілетіндігі есептелінді.
Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 2 қосымшасы 2 бөлімі 6-да 6 бөлімшесіне сәйкес тәулігіне 50 тоннадан аспайтын қауіпсіз қалдықтарды жоюмен айналысатын нысан полигон, яғни 2 санатқа жатады. Полигондағы жұмыс істейтін жұмысшыларды сумен қамтамасыз ету арнайы пластик ыдыстарда тасымалданады полигонның басына. Ал су айдау жүйесі сол жердегі кәріз сулары бетондалған немесе биотуалеттерге құйылады. Полигон жаңағы Қайрат ауылы, Тау ауылы, сол Тау ауылынан, картада Қайрат ауылы деп шықты да. Тау ауылынан оңтүстік батысқа қарай 890 метр жерде орналасқан. Полигон туралы қысқаша ақпарат берсек, полигонның негізгі құрылымы 2 аймақтан тұрады. Қалдықтарды көму және тұрмыстық аймақ. Қалдықтарды көму аймағы карт әдісімен ол жерге көміледі, яғни шұңқырлар қазылып, 10 метрге дейінгі тереңдіктегі шұңқырлар қазылады, соған қалдықтар тасталынып, олар тасталған сайын олар нығыздап отырады, арасына жарты 40 сантиметрдей топырақ тасталынып, тағы да қалдықтар тасталынып, осылай слой-слойменен қалдықтар төгіледі. Ол жердің бетімен тегістірген кезінде, одан кейін бетіне қайтадан рекультивация жұмыстары, яғни жақсы топырақтарды әкеліп төгіп, оның бетіне талдар егіледі. Қалдықтарды тиеу, ол адамдардың күшімен, қол күшімен жасалынады. Арнайы жаңағы машиналар жоқ, оны бүйтіп көтеріп алып контейнерлерді машинаға тиейтін. Осы Тау ауыл округінің қалдықтары мекемелер жаңағы мектеп, садик, әкімдік, мекемелерден шыққан қалдықтар контейнерлерге жиналады, ал тұрғындар арнайы пакет немесе қапшықтарда жинайды. Қалдықтар ауыл округінен шамамен әр 3 күн сайын жиналады деп жоспарланған. Шекті нормативті шығарындылар жобасы жасалған кезінде полигон аймағында ұйымдастырылған ластауыш көздердің жоқтығы және 5 ұйымдастырылмаған ластауыш көздер жұмыс жасайды деп есептелді. Қоршаған ортаға жылына шамамен 10 тоннадай шығарындылардың шығады деп есептелді. Қалдықтарды басқару бағдарламасы жобасы жасалған кезінде жаңағы әкім аппаратының өзінің берген анықтамасына сүйене отырып 806 адам 2025 жылы осы ауыл округінде өмір сүруіне байланысты және одан кейін алдағы 10 жылда әр жыл сайын 3%-ке халық саны артып отырады деп есептеліну барысында 2034 жылы 1051 адам шамамен ауыл округінде болады деп есептеліп, сонда 2034 жылы полигонға 191 тоннадай қалдық тасталынады, ал 2025 жылы 146 тоннадай қалдық полигонға төгіледі деп есептелді. Полигонға тасталынуға болмайтын қалдықтардың тізімдері бар. Экологиялық кодексінің 351 бабына сәйкес, сол жерде пластик қалдықтарын, шыны қалдықтары, жаңағы қағаз, картон, сұйық қалдықтар, күн көзінде коррозияға ұшырайтын, сумен байланысқан кезінде, су төгілгенде немесе жаңбыр жауғанда жарылыс беретін немесе қышқылданатын қалдықтар, кез келген сұйық қалдықты төгуге болмайды полигонға. Сонымен қатар дәрілік, медициналық қалдықтар төгуге болмайды. Осындай қалдықтар түсіп жатса, оның барлығын сортировка жасап, полигоннан шығарып, арнайы мекемелерге жеткізу керек. Полигон ол қалдықтарды қабылдамауға тиісті. Осы қысқаша ақпараттар. Егер осы жобалар жайлы сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Жоқ па сұрақтарыңыз? Жоқ па соны қорытындылап жіберсеңіз. Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданы Тау ауылдық округінің мемлекеттік мекемесі қалдықтарды полигонына арналып жасалынған жобаларға экологиялық әсер ету рұқсатын алуға қолдау немесе жоқ. Қарсылықтарыңыз жоқ болса, қолдарыңызды көрсетіп, видеоға түсірілсін сол. Қарсылықтарыңыз жоқ қой, ә? Рахмет, келіп тыңдағандарыңызға.